Қайырлы күн қадірменді желі оқырмандары және бүгінгі кешке қатысып отырған қонақтар. Еңбекші ауылдық кітапхана және мәдениет қызметкерлерінің ұйымдастыруымен Ұлы даланың ұлы есімдері бөлімін насихаттау мақсатында күйші композитор Сүгір Әлиұлының туылғанына 140 жыл толуына орай шертпе күйдің шебері Сүгір тақырыбындағы тарихи сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Сүгір Әлиұлы 1882 жылы қазіргі Түркістан облысы Созақ ауданында дүниеге келген. Күйші композитор Сүгір бала кезінен-ақ күй өнеріне бейім болып өскен. Әсіресе Тәттімбеттің күйлеріне ден қойып, 15 жасында оның сылқылдақ, қосбасар, былқылдақ деген күйлерін тартқан. Сүгір Әлиұлы алғаш күйді өзінің ұстаз тұтқан нағашысы, атақты қобызшы Ықылас Дүкенұлының қобызда орындалатын бірнеше күйін домбырада ойнаған. Сөйтіп ол жастайынан ел арасында домбырашы Сүгір деп аталып кетеді. Домбырашылық өнері әбден жетіле бастағанда өз жанынан күй шығара бастайды. Ең алғашқы туындысы Тел қоңыр деп аталады. Кейіннен Майда қоңыр, Шалқыма, Ыңғай көк, Қосбасар, Бес жорға, Бозінген, Ілме, Ақжелкен, Амангелдіге арнау, Аққу деген және тағы басқа күйлерін шығарған. Сүгірдің күйлері тіршілік тағдыр жайлы тереңнен сыр шертеді. Домбыраның қоңыр үні мен сан қилы әуенге бөлек тұңғиық ойға шомдырады. Сүгір Әлиұлы домбырада 10 бұраумен қатар теріс бұрауды да пайдаланған, әрі көкпе күй мен шертпе күйлердің үздік шебері болған. Сүгірдің шерту әдістері мен күй сарынында сарыарқаның шертпе күйлеріне ұқсамайтын айрықша интонация бар. Ол домбыра үнін қобыз үніне жақындатып, ықыластың көптеген күйлерін домбыраға түсірген. Сондықтан күйлерінде қобыз үні басым. Сүгір күйлері 1964 жылы тұңғыш рет халық аспаптар оркестрінде орындалып, 1998-1999 жылдары нотаға түсірілген.